Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін мен творожный пирогтың рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ол үшін біз ең алдымен қамырын дайындап алатын боламыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, қант және де ерітілген сары майымызды салып, және де разрыхительді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Дәл осы қоспамызға ұнымызды бөліп салатын боламыз. Қамырымыз жұмсақ шығу үшін ұнымызды осылай араластырып, жұмсақ қолғап жатыспайтын қамыр илеп шығамыз. Достар, міне қолға жабыспайтын жұмсақ қамырды илеп шықтық. Енді осыны салафанға орап, холодильникке 30 минутқа қоямыз. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін творогымызға қантымызды және де жұмыртқамызды, ванильный сахарды салып, блендердің көмегімен өте майда қылып, сұйық қылып, сондай біркелкі болғанша блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Қыздар, міне творожный пирогымыз идеальный шығу үшін осындай сұйықтықта болу керек. Достар, міне енді формамызды алып, менде 24 сантиметрлі форма, дәл осы формамызға қамырымызды алып, біркелкі қылып формамызға орналастырып шығатын боламыз. Және де ең үстіне соңында начинкамызды қамырымыздың үстіне құйып, 180 градуста қызып тұрған пеште 50 минут бойы пісіріп алатын боламыз. Өз қалауыңыз бойынша творогтың бетіне кез келген қатырылған жидектерді салсаңыз болады. Дәмі де керемет болып шығады. Достар, міне біздің пирогымыз пеште пісіп шықты. Формамызда толық суығанша осында қалдырамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Көріскенше.